Бүгінгі таңда интернетте мыңдаған түрлі анимациялық мультсериалдар бар. Оларды көру үшін біреуін таңдап, сол сериалдың фанаты болуға болады. Біздің бала кезімізде мұндай көп таңдау болмады. Теледидардан хай мультфильмді көрсетеді, соны көретін едік. Ал ең үлкен өкініш сүйікті мультфильмнің жіберіп алған сериясы болып көрінді. Алайда мектеп кезінде мультфильмнің арасын үзіп, болмаса соңына дейін аяқтай алмадық. Сондықтан көпшілігіміз Хельга Арнольдқа деген шынайы сезімін білдірді ме? Джеки Чан барлық сиқырлы талисмандарды жинады ма, әлде жоқ па? Ал 2003 жылғы сүйікті классикалық черепашки ниндзяға не болды деген сұрақтар көкейде қалып кетті. Бүгін біз балалық шаққа оралып және сүйікті мультсериалдардың қалай аяқталғанын еске түсіретін боламыз. Егер сізге бұл формат ұнаса, лайк басу арқылы білдіре аласыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Дорогие друзья! Тізімдегі алғашқы мультсериал «Футурама» 1987 жылы Мэтт Грейнинг Симпсондарды шығарды. Бірақ кейінірек ол Блэкджек пен шлюздермен жаңа сериал жасау арқылы өзінің жетістігін тағы да көрсете алды. 2023 жылы шыққанға дейін Футурама 1999 жылдан 2013 жылға дейін эфирге шығып, финалға дейін барды, және де өте әсерлі шыққан туынды болды. Фрай ақыры Лириге ұсыныс жасауды шешеді. Профессор Фармсворт уақыт түймесін ойлап табады. Бұл оған ғаламдағы барлық уақытты 10 секундқа артқа қайтаруға мүмкіндік береді. Фрай бендермен бірге неке сақинасы үшін гауһар тастарды бояйды және түймені бірнеше рет пайдаланады. Осыдан кейін ол Лириге сақина сыйлау үшін зәулім ғимараттың төбесінде кездесуге шақырады. Онда Лири Фрайға тұрмысқа шығуға келсе ме, жоқ па жауап беруі керек. Лири келмейді деп қателесіп, Фрай зәулім ғимараттан секіреді. Құлаған кезде ол Лиридің қауіпті жерде жүргенін көреді. Қателік жібергенін түсінген Фрай уақытты кері қайтаруға тырысады, бірақ уақыт циклінде тұрып қалады. Достары оны құтқарудың жолын табады, бірақ содан кейін уақыт түймесі бұзылып, Фрай мен Лиридан басқа барлық адамдар үшін уақыт тоқтап қалады. Уақыт өте келе қатып қалған әлемде олар үйленеді және қартайғанға дейін бірге өмір сүреді. Серияның соңында профессор уақыт порталымен пайда болады. Сөйтіп оларға түймені ойлап тапқан сәтке оралуды ұсынады. Бірақ осы уақытқа дейін болған барлық оқиғалар жойылады деп ескертеді. Фрай мен Лири бақытты өмір сүргеніне қарамастан, оны қайта бастауға келіседі. Осылайша, анимациялық сериалдың авторлары жанкүйерлерге лайықты финал бере алды, ал жалғасы үшін сюжетті ашық қалдырды. Бұл сериалды көрермендер жоғары бағалады. Көрермендерге 2003 жылғы «Черепашки ниндзя» атты мультсериал таныс болар. Анимация, кейіпкерлердің дамуы, сюжет арасындағы әзілдер мультфильмді классикалық деңгейге көтере білді. Сериал 2009 жылға дейін жалғасты. 7 маусым бойы мутант тасбақалар көптеген шытырман оқиғаларды бастан өткерді. Олар Сейпрел мен Кейсиді кездестірді. Бакстер Стокман мен Хан Трицератонмен және Карапастағы Караймен шайқасты. Олар ғарышқа ұшып, болашаққа дейін барды, содан кейін жерге қайта оралды. Тасбақалар Шредердің бірнеше нұсқаларын жеңді, олардың бірі сериалдың соңында пайда болды. Соңғы 7 маусымда Кейси мен Сейпрел үйленеді. Олардың үйлену тойын Кибер Шредерді бұзады. Ол үйлену тойында шақырусыз келген қонақ болып, өзімен бірге Фут кланын әкеледі. Тасбақалар мен олардың жақтастары қағазды ұсақтау әдісімен олармен шайқасады. Мутантты ниндзялар жеңіске жетіп, Кейси мен Сейпрел үйленеді. 7 маусым шыққаннан кейін көрермендер қатты сынғалады. Сыншылар сюжеттің алғашқы 5 маусымымен салыстырғанда әлсірегенін, сериалдың стилі мен тонының өзгеруі мультфильмді жақсартпағанын атап өтті. 2009 жылы сериал толық метражды «Тасбақалар мәңгі» мультфильммен аяқталды. Соңғы сериясында 1987 жылғы «Тасбақалар», «Бебоп», «Рокстеди», Шредер және Крэнк 2003 жылғы тасбақалармен және Караймен бірігеді. Осыдан кейін оларға комикстердегі ниндзя тасбақалары да қосылады. Барлық кейіпкерлер 2003 жылғы Шредермен шайқаста кездеседі. Сөйтіп барлығы бірге зұлымдарды жеңеді. Содан кейін барлық кейіпкерлер өз әлеміне қайта оралады. Өкінішке орай, фильм сыншылардан әртүрлі бағалар алды. Біз ниндзямен жекпе-жек өнеріне жеткендіктен, неге Джеки Чанды еске алмасқа? Осы мультфильмді көргеннен кейін бәріміз керемет күресуді және ақылсыз трюктерді орындауды үйренгіміз келгені рас. Ал 2000 жылы Джеки Чанның шытырман оқиғалары атты сериал шыққаннан кейін біз керемет күш беретін цифрлы талисмандарға ие болғымыз келді. Джеки Чан сериалы 2005 жылы аяқталып,
5 маусымға созылған болатын. Олардың әрқайсысын қысқаша еске түсірейік. Бірінші маусымда Джеки 13-ші сектор ұйымымен бірге 12 сиқырлы талисманды іздейді. Олардың көмегімен Вальмонт бастаған зұлым, қараңғылық қолы, синдикаты Шандю жын перісін тірілткісі келеді. Ақыры жын өмірге қайта оралады. Бірақ Джеки мен оның жиені Джеки Чандияны жоғары қарай көтеріп, қайтадан мүсінге айналдырады. Зұлым айдаһар 2-ші маусымда қайта оралады. Сиқырлы порталдардың көмегімен ол бауырларын шынайы әлемге көшіруге тырысады. Сайып келгенде жын Джеки Чанға кіріп кетіп, ғасырлар кітабын қайта жазады. Осыған байланысты жындар нақты әлемді өзіне бағындыра бастайды. Барлық адамдар бұрынғы өмірлерін ұмытып кетіп, олар әрқашан солай болды деп ойлап жүре береді. Бұл жағдайдан Джейд құтқармақ болып, ол бәрін есінде сақтайды. Сөйтіп барлығын Шан басқарып жатқанын дәлелдей алады. Жаман күндердің көптігіне қарамастан кейіпкерлер уақыт кітабын қайта жазады. Ал Джеки жындарды біздің әлемнен қуып жібереді. Маусымның соңында Даулон Вонг атты жаңа зұлым пайда болып, 3-ші маусымның басты антагонисті болады. Онда Джеки 12 талисманды жойып, оларға салынған күштер талисманда бейнеленген жануарларға өтеді. Бірақ қазіргі әлемде жын айдаһары жоқ. Сондықтан айлакер Даулон Вонг айдаһар Шэндюді қайта тірілтеді. Сөйтіп бойтұмардың күшін өзіне алады. Бірақ Джеки оны кенеттен шынайы әлемнен қуып жібереді. Ал 13-ші сектор Вангты тұтқындайды. 4-ші маусымда Вонг қашуға тырысып, жын Таракудоны оятады. Осы маусымда Шэндюдің ұлы Драго да пайда болады. Ол әкесін қайта тірілткісі келді. Бірақ Драгоның жоспары сәтсіз шығып, 13-ші сектор оған лайықты қарсылас бола алды. Айдаһардың ұлы 5-ші маусымның басты жауызына айналады. Ол түрмеден қашып, 2-ші маусымдағы Шэндюдің күшін алуға тырысады. Нәтижесінде Драго мұны істей алады. Сөйтіп өмірге Драгоның әкесі келеді. Бірақ әкесі баласының сатқындығын кешірмей одан кек алғысы келеді. Сериалдың соңында кейіпкерлер сиқыр қолданып, жындарды өз әлемінен бір жола шығарады. Классикалық анимациялық сериалдардың бірі «Қара киімді адамдар» жайлы айта кетейік. Сериал 1997 жылдан 2001 жылға дейін 4 маусым бойы көрермендермен бірге болды. «Қара киімді адамдар» анимациялық сериалының соңғы эпизодтарында ең күшті жаулардың әскерімен қарсы тұрады. Солардың бірі Альфа, ол қара киімді адамдардың негізін қалаушы және кейдің тәлімгері болды. Уақыт өте келе Альфаның мінезі нашарлап, ол ғарыш интеграторын ұрлап кетеді. Келесі 20 жыл ішінде ол интегратордың көмегімен ғарышқа сапар шегіп, әртүрлі келімсектердің бөліктерін өзіне қосты. Құпия агенттіктің екінші басты қарсыласы Венгус. Ол жердегі мұнайға қол жеткізгісі келетін иксиондар нәсілінің жетекшісі. Альфа мен Венгус келісім жасайды. Альфа жерді басқарады. Ал Венгус оның барлық мұнайын алады. Қара киімді адамдардың штаб пәтері соғыс кезінде жойылады. Басшылық адамдарға қауіп-қатер төніп тұрғанын әлемге жариялауға мәжбүр болады. Келіссөздер барысында Кей мен Джей Альфаны өлтіреді. Ал Венгус қашып кетсе де, иксиондықтардың шапқыншылығын сәтті қайтара білді. ақш президенті әлемге қараңғыдағы адамдар туралы айтады. Сол кезде агенттер планетаның әрбір тұрғыны трансляцияны көретінін біліп, Кей камераны пайдаланып көрермендерге болған оқиғаны құрылғы арқылы өшіріп тастайды. Батырлар қираған штаб нысандарына келіп, оны қалпына келтіруді бастайды. Біздің тізімді аяқтайтын туынды Арнольд. Мультфильм 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін көрсетіледі. Мультфильмнің басты құпиясы Арнольдтың ата-анасының жоғалуы болды. Бұл құпияға жауапты 2017 жылы шыққан Арнольд Джунгли толықметражды киносынан біле аласыздар. Фильмнің оқиғалары 5-ші маусымдағы ата-аналар турнирі мен күнделік атты эпизодынан бастаймыз. Біріншіден, Арнольд ата-анасының орталық Америкадағы ойдан шығарылған Сан-Лоренсоға ұшу кезінде жоғалып кеткенін біледі. Екіншісіден, Арнольд ата-анасының күнделігін тауып алады. Күнделікте олардың қалай танысқаннан бастап, олардың қалай жоғалып кеткеніне дейін жазылған екен. Майз бен Стелла Сан-Лоренсода кездесіп, бір-біріне ғашық болады. Бірде серуендеу кезінде ерлі зайыптылар шатқалға құлап кетеді. Сан-Лоренс тұрғындарының бірі, жасыл көзді адам, оларға шығуға көмектесіп құтқарып қалады. Арнольдтың ата-анасы ризашылықпен аборигенге өз жәдігерлерін қайтарады. Оны бұрын Ла Сомбра есімді қарақшы ұрлап кеткен екен. Үйлену тойынан кейін Арнольдтың ата-анасы Холливудқа оралады. Кейінірек Майздың досы Эдуардо олардан Сан-Лоренсоға келуін сұрайды. Жасыл көзді адамдарда ұйқы ауруы пайда болып, Майз бен Стелла дәрі-дәрмекті жасап, оны жасыл көзді достарына береді. Арнольд 1 жасқа толғанда үйге оралады. Тағы да оқиға қайталанады. Арнольдтың ата-анасы қайтадан жолға шығып, сол күйі сапардан оралмайды. Енді фильмге көшейік. Самарадағы қайырымдылық байқауында Арнольд жеңіске жетіп, Сан-Лоренсоға сыныппен бірге жолға шығады. Жалдамалы Ла Сомбра Арнольд пен оның достарын алдап тұзаққа түсіргені байқалады. Репагул зұлымының көмегімен ол жасыл көзді адамдардың қазынасын алғысы келеді. Алайда байлықтың орнына ол
ол бетіне улы дәріні алып, жартастан құлап өледі. Арнольд ата-анасын жасыл көзді тайпа адамдарының арасынан табады. Олардың барлығы ұйқы ауруына шалдыққанын көрген соң Хельганың көмегімен бастар ауруға қарсы дәрі шығарып, ата-анасын құтқарып қалады. Арнольд Хельганың оны жақсы көретінін сезіп, олар жұпқа айналады. Бірақ Хельга жігітті ренжітуді әлі де қоя алмаған секілді. Фильмнің соңында Арнольдтың ата-анасы ұлы мен оның достарын мектепке ертіп барады. Біз айта алмаған көптеген сериалдар бар. Ал сіз қандай мультфильмдердің финалын көргіңіз келеді? Пікір алаңына жаза кетіңіз. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз.